Бүгін сіздермен зебра маффиндердің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен шоколадты ганаш дайындаймыз. Ыдысқа сүт, қант, какао қосып, араластырып, отқа ысытып аламыз. Ганаштың үстіне сары май қосып, араластырып, суығанша шетке алып қоямыз. Ыдысқа жұмыртқа, қант салып, қант ергенше араластырамыз. Айран қосамыз, араластырып, сұйық май, ұн және сода қосып, сұйық масса болғанша араластырамыз. Қамырды екіге бөлеміз. Бір ыдысқа какао қосып, жақсылап араластырамыз. Маффиндерге арналған силиконды формаға екі түрлі қамырды үлкен қаспен кезектеп құямыз. Дайын маффиндердің үстін таяқшамен өрнектейміз. Маффиндер дайын. Маффиндерді суытып, суытылған маффиннің бетіне шоколадты ганашты жағамыз.